Ең алғашқы мың оқырман әрекет жоспары. Бірінші, сіз өзіңіздің парақшаңызды тазалаңыз. Жаман фотоларыңызды, публикацияңызды барын өшіріп тастаңыз. Тек қана жақсыларды қалдырыңыз. Содан кейін 9 постқа бір стилде, бір фильтрде, бір пост эскизін жасаңыз. Яғни оны қандай тематикада болады, барлығын ойластырып көріңіз. Және күнде бір пост жазып көріңіз. Енді взаимопиар іздеңіз. Яғни кімде қандай аудитория бар, сізге жақын аудиториясы бар бір аккаунт тауып, бір-біріңізге взаимопиар, взаимореклама жасаңыз. Немесе ол эксперт болса, интервью, анонс сұраңыз. Және 9 пост жазып болған соң, енді сіз блогерлардан реклама, жарнама жасауға болады. Яғни 2000 теңге, 3000 теңге, максимальный 5000 теңгеге жасауға болады. Бірақ оның міндетті түрде оның статистикасын, скриншотын сұрау керек. Оның охваты қалай, оның вовлеченности қалай, барын қараңыз. Себебі накрученный блогерларда болады. Оның аудиториясы өте үлкен, бірақ ешкім оған комментарий дұрыс жазбайды, дұрыс оған лайк қоймайды, және дұрыс қарамайды. Барлығы өтірік комментарийлар немесе болады. Сондай да болады. Содан кейін сіз таргетқа көшесіз. Ендігі қадам, яғни оны ақырын-ақырын таргет жасайсыз. Яғни осындай бір посттарыңыз, сондай қызықты посттарыңыз болса, оны таргетқа, промо-акцияға жібересіз, яғни жарнама жасайсыз. Содан кейін соңғы қадам, соңғы кеңесім ол ешқандай да лайктар, ешқандай giveaway, ешқандай жасамаңыз. Өте сіз босқа уақытыңыз кетіресіз және аккаунтыңызды өлтіріп аласыз. Және солай ақырындап дами беріңіз. Бұл ең алғашқы 1000 оқырманға жету әрекет жоспары. Контент жоспар деген не? Ол алдын ала жоспарланып қойған бір апта немесе бір айлық контент жоспары. Яғни сіз қоятын фото, видео, барлығы мәтіні, барлығы дайындалған түрінде. Контент жоспар артықшылығы. Бірінші плюстері, сіз ертең не саласыз деп ойланбайсыз, күйіп піспейсіз. Яғни кішкене бір стресс болады. Сондықтан сізде барлық контент реттелген, дайын болады. Екінші, сіз анализ жасайсыз. Яғни не жаман, не жақсылау. Оның алдында сіз пост салдыңыз, ол лайк аз болды. Демек, ол публикация қызықты емес болды. Бұл тематика қызықты емес екен. Және бұл публикация көбірек лайк қойылды, комментарий жазылды. Демек, бұл аудиторияға жақын екен. Енді осындай публикациямен көбірек саламын деп, оны контент жоспарға қойып қоясыз. Барлығы реттеліп, өз орында, өз уақытында болады. Және логикалық цепочкаға сай контент құруға мүмкіндік болады. Яғни сіз шахмат түрінде ме, бағана түрінде ме, диагональ түрінде ме, немесе бір жарнамалық блоктарыңыз бір жақта, ақпараттық бір жақта. Ал асыққанда сіз оны барлығын сол тематикаға сай қандай ақпаратты саламын деп ойланасыз, және дұрыс салмайсыз. Және әртүрлі контент, аралас контент қою мүмкіндігі. Яғни сіз бір күн ақпарат, екінші күн юмор, үшінші күн практикадан жағдай деп барлығын жоспарлап қоясыз. Және қай күндері, мысалы күндіз осындай бір қайырлы күн дегенде бір қызықты күн деп жазасыз. Мысалы кешке қарай болса, ол қайырлы кеш деп жазасыз. Оны барлығын сіз алдын ала жоспарланып болған соң, ол барлығы көрініп тұрады, барлығы әдемі болады, барлығы логикалық цепочкаға сай болады. Сондықтан контент жоспар артықшылығы сол, сіз асықпайсыз, барлығы дайын, барлығы сондай реттелген, публикацияларыңыз керемет, және уақытында шығып отырады. Ал сіз демаласыз, яғни бір күн, бір-екі күн, мүмкін 3 күн сіз біраз еңбек етесіз. Осы контент жоспар 30 күндік жасап қоясыз, барлық фотоларын бәрін жасайсыз. Содан кейін күнде өзіңіз демалып жүріп, саяхаттап, мысалы қосымшадан публикацияны стрелкаға басып жібере саласыз, болды. Сіз ойланбайсыз.
яғни барлығы дайын болады. Әрине кейде план бойынша емес посттар болады, әртүрлі бір сондай бір хабарлар келеді, мысалы дүниеде бірдеңе болып жатады, оны енді сторизға салса да болады негізі, немесе посттың арасына қоса салуға болады, енді бір сөйлем ретінде. Сондықтан міндетті түрде контент жоспар жасаңыз. Бұл контент жоспарының плюстері өте көп. Контент жоспар жасау. Контент жоспарды біз Excel арқылы немесе қосымшалар арқылы немесе сервистер арқылы жасауға болады. Мен сервистер арқылы қолданбаймын, бірақ бас кезінде қолдандым, енді қолданбаймын. Ол кезде оны сіздің пароліңіз, логиніңіз барлығы жазылады. Ол сервис сондай дұрыс па, жақсы ма білмейсіз. Сондықтан көбінесе мен Excel-мен және қосымшамен бірге жасаймын. Сіз өзіңіз білесіз, немесе қосымшамен, немесе Excel-мен, немесе екеуін қосып та жасауға болады. Мен сізге түрлерін көрсетейін, қалай жасауға болады. Ол Excel-де міне осылай жасалады, күндермен барын бөліп, және түрлі сізде посттарыңыз болса, контент түрлері, мысалы развлекательный, сондай жарнамалық, сон барлығын тематика бойынша бөлге болады. Но көбінесе енді сондай күніне бірнеше рет салатын посттарға арналған. Яғни сізде олай болмайды. Мысалы бір күні сізде бір түсті мысалы белгілеп қойға болады. Мысалы ақпараттықты көк қылып, жанамалықты қызыл қылып, және сарыны мысалы өзім туралы дегендей. Немесе бір аудиториямен әңгіме дегендей. Соны салып отырасыз. Мысалы понедельник күні, дүйсенбі күні сіз ақпарат бердіңіз, және күндіз сіз дүйсенбі күні сіз жанама бердіңіз дегендей. Бірақ мұнда сторизде қандай ақпарат жазылатын, жазылмаған мысалы. Екінші түрінде мұнда сағат бойынша жазылған. Сағат бойынша жазылған, не горизонталь бойынша 8, сағат 9-да, 10-да не салам, 11-де не салам дегенде, мысалы таңертең 10-да юмор, содан кейін 12-де полезный информация қоям дегенде, сондай осындай контент жоспар бойынша да жасауға болады. Яғни мұнда күнде бір 3 пост қойылса сізде. Яғни развлекательный блогтарда көбінесе жеңіл посттар болады, яғни сіз дайын суреттерді қоя саласыз, сондықтан күніне 3 рет салуға болады. Соңында алдын ала контент жоспар жасақ қою керек. Осындай развлекательный блог жасасаңыз. Және тағы бір түрі орналастыру контент жоспарын. Бұл осындай міне Excel бойынша осындай жазасыз. Мысалы вертикалды міне столбиктарға күндері, сағаттары, площадка дегенде ол лентами, сторис па, соны жазасыз. Стиль паста, яғни ақпараттық, жарнамалық па, ойын сауық па посты, соны жазып қоясыз. Мына жерге описание поста қысқаша оның тақырыбы не туралы дегендей, және дайын суреті өңделген, текстовое наполнение, яғни тексті, бүтін текстері барлығы, басынан бастап барлық текстері дайын, яғни копирайтет қоя салатындай, хэштегтер дайын, және геопозиция, яғни сіз қандай геотегтар қолданасыз, яғни Нұр-Сұлтан қаласына ма, Алматы қаласы ма, немесе бір мекемені белгілеп қоясыз ба. Және осы түрі мне маған өте ұнады, себебі мұнда лентамен, сториста барлығы жазылған, күндермен, сағатпен барлығы жазылған, яғни уақыттары көрініп тұрады. Сен сағат 11-ден бірінші, мен сағат 11-ден 1-ге дейін мне сторис жіберем, развлекательный жіберем, содан кейін лентаға сағат 5-тен 8-дің арасында мен бір ақпараттық публикация жіберем дегендей белгіленген. Мысалы, дүйсенбі күні бір ғана пост, сейсенбі күні 2 пост мұнда, сәрсенбі күні бір ғана пост. Енді сіз оны бір күнде бір пост салып, мысалы бизнес блог болса бір ғана пост жазып, сторизді бірнеше рет күн тәртен, сосын кешке, обедте сондай сториздар қойып отыруға болады.
Ал басқа жеңіл болатын сондай развлекательный блогтар, сондай новостной блогтарда енді әрине лентада, публикацияда көп публикация болады, яғни күніне 3 рет, 2 рет ең азынан сондай рецептер, сондай не болғанда, сондай жеңіл қоя салатын авторлық емес информация болғанда, ол тезірек, көбірек, жиі салынып отырады. Себебі авторлық ол сіз өзіңіз жазасыз. Эксперт болса, эксперт ол өзінің сөзін жазады, өзінің білімін жазады. Мысалы, оны күнде сала бермейді. Оны барлық ақпаратты қорыту керек. Сондықтан ауыр информация ол көп салынбайды, ал жеңіл информация ол көп салынады. Сондықтан осы түрді де қолдансаңыз болады. Осы Excel-ге салып жазып қойған контент жоспар, яғни 30 күнге немесе ең азынан 1 аптаға. Бірақ ең жақсы сіз 30 күнге жасап қойсаңыз, өзіңіз көресіңіз артықшылығын. Сіз демалып жүріп, өзіңіздің жұмысыңызды атқарып жүресіз. Яғни күнде қандай пост жазамын деп күйіп піспейсіз. Барлығы дайын және барлығы сондай логикалық цепочка бойынша жасалған, алдын ала жоспарланған дұрыс контент болып шығады. Мына суретте барлығы яғни толтырылған түрде көрсетілген. Міне көрдіңіз, дүйсенбі күні сағат 5-тен 8-ге дейін. Бірақ сіз өзіңіз бір уақытты белгілеп қойсаңыз жақсы, және оны қарап отырыңыз, қай уақытта жақсы болады. Мысалы, бір күні 5-те жібердіңіз, бір күні 6-та жібердіңіз, қараңыз қай күнде сіздің публикацияңызға көбірек комментарий болды, көбірек лайк болды. Яғни көп, қаншалықты көп ол публикацияңызды көрді. Сол уақытқа қарай салыңыз сосын. Площадкасы лента, информативный мысалы жаздым мне. Және оны бір түсте, көрдіңіз бе, барлығын бір түсте белгіленген информативный көк, мысалы, сразу көрінеді сізге. Қазір мен бүгін осы ақпараттық информация жіберемін, яғни. Содан кейін мне фотосы дайын, мне көрдіңіз бе дайын, және барлық тексті, барлығы, абзац, барлық нүктесі, барлығы смайлик болса, барлық смайликтарын бәрін дайындап қойыңыз. Міне хэштегтерім, не көрдің бе? Мысалы, уютный кефирный кекс дейді. Міне мұнда рецепт жазылған, тамақтың жасалуы, мұнда соған қатысты сурет, және соған қатысты хэштегтер. Полезный завтрак, кулинарные советы, хэштег рецепты, және лайфхак. Яғни высокочастотный, жоғарғы частоттық рецепт, лайфхак хэштегтер, және кулинарный советы, яғни 2 сөзден тұратын, немесе 3 сөзден низкочастотный, сонда яғни более конкретный хэштегтерді қолданылған, және қандай қала геопозициясын жазып қойған. Тікелей эфир қазіргі уақытта тауар мен қызмет көрсету мен сатудың тағы бір тамаша құралы, ол тікелей эфир. Яғни тікелей эфир арқылы біз өзіміздің парақшамызды продвижение жасаймыз, оқырмандарымыз көбейтеміз, және өзіміздің қолымыздағы не бар, тауар ма, қызмет пе, соның барлығын, немесе ақпарат болса, соның барлығын оқырмандарға тезірек жеткіземіз. Тікелей эфирге шықпас бұрын сторизге не болмаса пост жазу арқылы бөлісіңіз. Ол постта немесе сторизде тікелей эфирде қозғалатын тақырыптарды барлығын атап өтіңіз. Мысалы, 9-да, сағат кешкі 9-да біздің өнім жайлы ақпарат береміз, жеңілдіктер болуда деп жазып қойға болады. Және мысалы өзіңіздің тауарларыңыз келіп жатса, жаңа тауарлар, оны көрсетіп, қандай тауарлар, қандай размерлер, қандай түстерде, және қандай бір осында подборка жасап, соның барлығын көрсетсеңіз керемет болады. Немесе косметика болса, осындай мне сонда құрғақ тері үшін осындай мне бір гель для умывания, осындай крем алсаңыз, осы бірге жақсы болады деп, осындай аллергияға сондай болатын кремдер мындай деп, осында барлығын көрсетіп, тікелей эфирді айтып, оның бағасын айтып, барлығын айтып, біраз клиенттеріңізбен сұхбаттасаңыз, сіз клиентіңізге одан да жақсы, жақынырақ боласыз. Яғни сізге сатып алуға тезірек асық болады. Және
Бұлай алдын ала уақытты көрсету қызығушылық тудырып, сіздің тікелей эфирге кіруге әсер етеді. Яғни олар біледі сағат 9-да болады екен тікелей эфир осындай тақырып бойынша, сондықтан олар сол тікелей эфирге келуге асық болады. Және мысалы сіз тікелей эфирде сұрақтарға да жауап бере аласыз ғой, мысалы сол үшін олар асықады, көргісі келеді мысалы. Және түрлі конкурстар жасап, конкурс нәтижелерін арнап, тікелей эфир ұйымдастыру да парақшаның белсенділігін көтереді, яғни вовлеченностін. Осы тікелей эфир арқылы ғана продвижение жасауға да болады негізі, иншаллах. Тікелей эфирді тағы бір өткізудің жолы, ол товарыңызды сатылымын өсіргіңіз келсе, парақшаңызда алдын ала соған арнап пост жазып, сіздің сататын өніміңізге қатысты саланың маманын шақырып, сол тікелей эфирде оған алдын ала дайындалған маңызды сұрақтарды қоюға болады. Және ол эксперт, мысалы сол сала маманы жауап беріп отырады. Тікелей эфирде блогерлермен бірігіп өнімді жарнамалауға да болады мысалы. Және сондай-ақ парақшаңыздағы қарапайым тұтынушылармен де қосылып тікелей эфирге шығуға болады. Яғни сіз жай ғана оқырманыңызбен бір тікелей эфирге шығуға болады. Бұл әдіс сіздің аудиторияңызды сізге жақындатады, сізге жақындай түседі оқырманыңыз. Және тікелей эфирде күнделікті өзіңіздің немесе жұмыс барысыңыздың істеріне шолу жасап, жұмыс процесін ақпарат беріп отыруға болады. Яғни не істеп жатсыз қазір? Закулисье дейді ғой, сол закулисье жұмыс жасап жатсыз ба, қандай жұмыс, яғни сіздің парақша эксперт болса, сол жұмыс, қандай жұмыс жасап жатсыз. Немесе сізде бір интернет дүкен болса, магазин болса, ол тауарлар осында келіп жатыр дегендей, поставка болып жатыр дегендей, соның барлығын көрсетуге болады. Және тікелей эфирде не көрсетуге болады? Бизнесіңіздегі болып жатқан процестерді, өніміңізді айтыңыз және көрсетіңіз. Пайдаланып жатқаныңызды не болмаса, сол ортада екеніңізді көрсетіңіз. Содан кейін сұрақ жауап айдары. Сізге сұрақ жазады, сіз жауап жазасыз. Тікелей эфирде пікір, яғни отзывтар жинайсыз. Жұмыс барысына қатысты сұрақ жауап ұйымдастыру. Яғни жұмыс барысында қандай қатысты бір сұрақтар болса, мысалы бір курс бойынша сұрақ жауап ұйымдастыруға болады мысалы. Немесе бір шара болатын болса, мысалы вебинар дегендей, сондай қалай болады дегендей барлығын өзіңіздің оқырманыңыздармен біраз сұхбаттасып, олардың сұрақтарына жауап айтуға болады. Және әртүрлі шараларды көрсетесіз. Осы тікелей эфирде. Тікелей эфирді түсіруге арналған кеңестер. Тікелей эфирге анонс жасау, яғни постта, сторизде достарыңызға таратуына көмектесуін сұрау. Яғни сұрау. Сізде тікелей эфир болатын болса, сіз өзіңіздің достарыңызға да жазасаңыз, менің тікелей эфирме келсін, немесе олар да өз достарына жіберсін мысалы. Және 30 минуттан аспау керек, аудиторияны жалықтырып алмау. Яғни сіздің бір тематикалық болса, сондай оны сол бір сағатқа, яғни тікелей эфирде 60 минутқа созу қажет емес. Оны 30 минутта да айтып тастауға болады. Немесе 60 минутта ол басқа да көптеген темаларды айту керек, мысалы. Сондықтан енді ауқымды тема болса, жарайды 60 минутта айтуға болады. Бірақ кішкентай теманы 30 минутқа созбауымыз қажет. Кішкентай теманы 60 минутқа созбауымыз қажет. Кадрды өзгерту. Бір орынды ғана көрсету адамды жалықтырып жібереді. Яғни тікелей эфирде бір детальдарды көрсетесіз ба, қалай, оны барлығын өзіңіз ойлайсыз, бірақ біраз кішкене движение болу керек камерада. Қосылған және жазған адамдардың атын атаңыз. Барлығына сәлем жолдаңыз. Яғни біреу жазды ма, сіз оның атын айтыңыз. Мысалы, Жанар, сәлем, сізге де сәлем, қалайсыз деп, есіміңіз кім деп барын сұрап, олар өздерін маңызды етіп санайды сол кезде. Әрі тікелей эфирді соңына дейін көруге құлшыныс береді. Яғни олардың сондай сізден сондай жылы лебіздер көру. Лайк басу сұраңыз және тікелей эфирдің тақырыбын жазыңыз. Сақтап қойыңыз. Және тікелей эфирді сақтап қойға болады. Яғни тікелей эфир болып жатқан кезде үстінде стрелка болады. Астына соны бассаңыз, стрелка, яғни бағдар,
соған бассаңыз, сол кезде сақтауға болады сол барлық тікелей эфирдегі эфиріңізді, және оны хайлайтсқа, актуальный вечный лентаға қоюға болады. Бірақ сіздің телефоныңызда орын болу қажет. Орын болмаса, ол сақталмайды. Басылады, бірақ сақталмайды. Қарасаңыз, телефоныңызда болмай қалады ол эфир. Сондықтан осылай керек эфир болса, оны қайтадан естісін десеңіз, көрсін десеңіз, оны сақтап қойыңыз.